Аяқтың тоңуы және мұздау себептері. Сіздермен бірге доктор-терапевт Ибрагимова. Видеомыз ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Аяқтың тоңуы тамырлар тарылуынан, қан айналым нашарлауынан дамиды. Бұл көп ауруларда кездеседі. Себебіне қарай емдеу керек. Біріншісі, ауа температурасының төмендеуі, яғни суық ауада. Бұл қалыпты жағдай. Суықта қан тамырлары тарылып, қан айналымы нашарлап, осы аймақтарда адам суықты сезе бастайды. Ыстық ауаға кірген кезде жылиды. Екіншісі, стресс, мазасыздану. Стресс кезінде адреналин бөлініп, перифериялық қан тамырлар тарылып, аяққа келетін қан айналымы бұзылады. Стресс кезінде энергия көбейіп, адам өзін қорғауға дайындалады. Бұл жағдайда стрессті азайту керек, өзін тыныштандыру керек. Сол кезде аяқтың тоңуы қайтады. Үшінші, циркуляция бұзылысы. Аз қимылдау, бір орында отырып ұзақ уақыт жұмыс істеу, темекі тарту, холестерин деңгейі жоғары болуы. Холестерин деңгейінің жоғары болуы тамырларда атеросклероздық бляшкалар дамуына алып келеді. Соның әсерінен тамырлардағы қан айналым бұзылысына кедергі келтіреді. Жүрек тамыр аурулары бар науқастарда аяқтың тоңуы, мұздауы жиі кездеседі. Бұл кезде кардиолог консультациясын алған дұрыс. Қаназдық, темір, В9, В12 витаминдері дефицитінен организмде гемоглобин деңгейі төмендеп, кислород жетіспеушілігінен аяқтың тоңуы, мұздауы болады. Бірақ бұл кезде негізгі аурудың басқа белгілері де пайда болады. Қант диабеті, қандағы қант деңгейінің өзгеруі артерияның тарылуына, тіндердегі қан айналым нашарлауына, соның әсерінен аяқтың тоңуына алып келеді. Диабеттік нейропатия жиі дамиды, нерв клеткалары зақымдалады. Бұған қоса аяқтың ұюы, ине шыққан тәрізді ауырсынуы пайда болады. Гипотиреоз, қалқанша безі гормондарының төмен болуынан, жалпы метаболизм процесі баяулауынан аяқтың тоңуы пайда болады. Аз қимылдайтын болсаңыз, немесе бір орында ұзақ уақыт отырып жұмыс істейтін болсаңыз, жеңіл жаттығулармен міндетті түрде айналысыңыз. Себебі олар қан айналымының жақсаруына алып келеді және зиянды әдеттерден бас тарту керек. Гипотиреозбен ауыратын науқастарда тез шаршау, есте сақтау қабілеті төмендеуі, терінің құрғақ болуы, артық салмақ белгілері, іш қату, әйелдерде етеккір циклінің бұзылысы пайда болады. Анорексия, калориясы аз тағамдарды қабылдау. Анорексия белгілері дене массасының аз болуы. Бұл жағдайда дене массасын тексеру керек және индекс массы тела тексеру керек. Жүктілік кезінде аяқ неге тоңады? Жүктілік кезінде әйел ағзасында гормональды фон өзгереді. Бұл вегетативті нерв жүйесінің жұмысына әсер етеді. Гипотиреоз, метаболизм өзгерісі, анемия, токсикоздың әсерінен дамиды. Сондықтан аяқтың тоңуы, ұюының бірінші себебін анықтап, себебіне қарай ем тағайындалу керек. Каналдағы пайдалы ақпараттарды өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.